Жаңа оқу жылы жақындап келеді. Өткен жылды қорытындылап, алдағы жылға жоспар құратын ұстаздар қауымының дәстүрлі басқосуы өтті. Облыстық тамыз конференциясына өңір басшысы Бейбіт Исабаев қатысып, білім саласындағы жетістіктермен бірге түзетілуі тиіс кемшін тұстарында атап өтті. Айта кету керек, өткен жылы тамыз кеңесінде білім беру саласының өзекті бағыттарын қамтитын 28 нақты тапсырма берілген. Оның 25-і орындалып, қалған 3-і орындалу үстінде. Биылғы оқу жылында қандай жаңашылдықтар бар? Әріптесім Қуаныш Қанатұлы айтып берсін. Мен бау-бақшада бақри пісіріп, оған не кереккен көрсететін болам. Сүт, май, қан, тұз, мен үйреніп алдым, енді мен папамен мамаға жасап беремін. Кішкентай Айсана әлі әріп танымаса да, балабақша қабырғасынан аспаздықтың әліппесін меңгеріп жатыр. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде пилоттық жоба аз ғана уақытта өз жемісін бере бастады. Айсана сынды бүлдіршіндер ұлттық қолөнердің, үй шаруашылығының негіздерін көзбен көріп, қолмен істеп машықтануда. Жоба нәтижесінде біздің балаларымыз бұрын жай ғана тұтынушы болса, қазір өз өнімдерін дайындай алатын, өздерінің өнімдерін ұсынатын кішкентай қызмет көрсетушілерге айналды. Бұл жоба арқылы біздің балаларымыз еңбекке деген қызығушылығы артып, жауапкершіліктері артып, ұқыптылықтары артып, қазір мен жасай аламын деген сенім өздеріне пайда болды. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Балабақшада үйренген кәсіп, өскенде нәсіп болып жатса, несі айып? Тамыз кеңесінде өңір басшысы бұл бастаманың маңыздылығына ерекше мән беріп, жобаны жалғастыруды тапсырды. Болашақта мамандыққа қызығушылықты ерте қалыптастыратын тиімді тәжірибе, практически применениесі бар. Қажетті нәрсе. Осыған байланысты білім басқармасына аталған жобаны меншік нысанына қарамастан әр ауданда кемінде 2 балабақшаға кеңінен ендіруді тапсырамын. Биылғы оқу жылында өзгеріс көп. Бастауыш сынып мұғалімдері енді бөлім бойынша және 90 бойынша жиынтық бағалау жасап әуреленбейді. Сондай-ақ жаңа конституцияның қабылдануына байланысты құқық негіздері пәнінің мазмұны толықтай жаңарады. Мұнан бөлек мектептерде конституция негіздері және заң мен тәртіп курстарын енгізу міндеттеледі. Бұл жаңашылдықты менторлық институт жобасымен байланыстыра отырып, облыста ұрпақ тәрбиесінің жаңа тетіктері қарастырылатын болады. Қазір ішкі істер министрлігінің бастамасымен бұл жобаны басқа өңірлерде жүзеге асыру мүмкіндігі үкімет деңгейінде талқыланып жатыр. Бірнеше облыстың адамдары келіп көріп кетті. Осы пәндер, курстар және менторлық тәжірибені жаңа мазмұнмен сабақтастырып, былайша айтқанда ұштастырып, тәрбие жұмысын одан әрі күшейту керек. Сондықтан педагогтарды алдын ала даярлауға, кәсіби құзыреттерін арттыруға ерекше мән беріледі. Орта кәсіптік білім беру саласында да ілгерілеу бар. Алайда қолына диплом алған түлектердің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы әлі де ақсап тұр. Десе де 20 аймақ ішінде Жетісу облысы нарықтағы сұранысқа сай жаңа мамандықтарды оқытып, материалдық техникалық базасын жақсартуда көш ілгері келеді. Мұны тамыз кеңесіне арнай келген оқу ағарту министрлігінің өкілі де тілге тиек етті. Соңғы 2 жылда Жетісу колледждерінде аймақтың экономикалық қажеттіліктері зерделеніп, 20-дан астам жаңа кәсіп оқытыла бастады. Барлық 20 өңірде бізде мамандықтардың атылыс картасы жасалды. Осы атылыс картының негізінде биылдың өзінде біздің 500 деген бұйрығымыз бар, классификаторға жаңа мамандықтар енгізілді. Соның ішінде енді Жетісу облысында биылдың өзінде былтыр 13 мамандық ашылса, биыл 14 жаңа мамандық ашылып отыр. Яғни біздің техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары заманауи осы барлық экономиканың дамуына қарата ілесіп келе жатыр деп айтсам болады. Ерекше атап өткім келеді, осы Жетісу өңірінде облыс әкіміне алғысымды білдіргім келеді. Техникалық және кәсіптік білім беру саласының материалдық базасын көтеруге, сонымен қатар жалпы білім саласына көптеген қаржы бөліп, біздің балаларымыздың білім алуына үлкен септігін тигізіп жатқаны үшін. Рахмет. Өскелең ұрпаққа сапалы білім беру үшін барлық жағдай жасалып жатыр. Білім шаңырақтары озық технологиялармен, заманауи жабдықтармен қамтылуда. Жасанды интеллект пен цифрландыру дәуірінде оқушыларға логикалық ойлау және өз ойын жеткізе алуда маңызды. Әңгімені оқып қана қоймай, мазмұндама жаза білу, жеке пікір қалыптастырып, ашық әңгіме жүргізу жастардың лидерлік қасиеттеріне жол ашатынын ұстаздарда ұғыну керек дейді аймақ басшысы. Ойын еркін жеткізу, анализ жасау, салыстырмалы анализ жасау, кейін мына сондай қабілеті оянған балалар ертеңгісін үлгер
үлкен өмір жолына шыққан кезде, жұмыс істеген кезде, қызмет жасаған кезде, бизнесте болсын, кез келген салада осы логикалық мышлениясы, логикалық ойлау қабілеті, ғылыми аппараты мықты, тақтайдай жүйелі жұмыс істейтін ойлау қабілеті бар балалар үлкен жетістіктерге қол жетеді. Сондықтан, құрметті педагогтар, осыны ұмытпаңыздаршы. Тамыз кеңесінде келелі мәселелерді кеңінен талқылаған Бейбіт Исабаев үздік педагогтарды марапаттады. Білім беру саласының үздігі төсбелгілері, Ыбырай Алтынсарин атындағы және еңбек ардагері медальдары лайықты иелерін тапты. Ағартушылық саласында 40 жылдан астам қызмет етіп, мыңдаған шәкірт тәрбиелеген мұғалімдердің мәртебесі әрқашан биік. Еңбегімнің осылай еленіп жатқанына қуаныштымын. Барлықтарыңызға алғыс айтамын. Бұл тек қана менің қуанышым емес, жаңағы өзімнің шәкірттерімнің, әріптестерімнің және мектебімнің қуанышы деп білемін. Өзім дайындаған әрбір оқушының, мысалы бір сыныпта 20 оқушы болса, соның 70-80%, кейінгі кездерде тіпті 100%-не дейін грантқа түсті. 45 жылдық еңбегімнің нәтижесін көріп отырмын. Халықаралық зерттеу нәтижесінде ұстаздардың еңбегі жоғары бағаланатын елдер ішінде Қазақстан Вьетнамнан кейін 2-ші орында тұр. Сол сияқты мұғалімдер жалақысының көлемі бойынша әлемде 5-ші орынға жайғасқан. Бұл мемлекеттің педагогқа деген көзқарасының нәтижесі. Қуаныш Қанатұлы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.